Коллаген бұл ағзада табиғи түрде болатын ақуыз. Ол тері, шаш, тырнақ, сүйек, шеміршек және бұлшықеттердің мықтылығын қамтамасыз етеді. Соңғы жылдары тағамдық қоспа ретінде де танымал болып жүр. Оның пайдасы мен зияны туралы қысқаша айтып өтейін. Пайдасы: 1. Теріге күтім. Коллаген терінің икемділігін арттырады, әжімдердің пайда болуын азайтады және ылғалдануына көмектеседі. 2. Сүйек пен буын денсаулығы. Коллаген шеміршекті нығайтып, буындардың ауырсынуын жеңілдетуі мүмкін. Бұл әсіресе остеоартрит кезінде пайдалы. 3. Шаш пен тырнақтың өсуі. Шашты қалыңдатып, тырнақтардың сынғыштығын азайтады. 4. Бұлшықеттің дамуы. Коллаген бұлшықет массасын арттыруға ықпал етеді және қалпына келу процесін жылдамдатады. 5. Ас қорыту жүйесі. Асқазанның шырышты қабатын нығайтып, ас қорыту жүйесін жақсартуы мүмкін. Зияны: 1. Аллергиялық реакциялар. Кейбір адамдарға коллаген қоспалары аллергия тудыруы мүмкін. Мысалы, балық немесе сиыр етінен алынған коллагенге сезімталдық. 2. Асқазан-ішек мәселелері. Кейбір адамдарда жүрек айнуы, іш кебуі немесе асқазанның жайсыздығы байқалуы мүмкін. 3. Қосымша заттар. Коллаген қоспаларына кейде бояғыштар, хош иістендіргіштер немесе басқа зиянды заттар қосылуы мүмкін. Сондықтан құрамын мұқият тексеру қажет. 4. Артық мөлшері. Қажеттен тыс коллаген қабылдау ағзаға пайдасынан зияны көп болуы мүмкін, сондықтан дозасын сақтау маңызды. Ұсыныстар: егер коллагенді қоспа ретінде қолдануды жоспарласаңыз, алдымен дәрігермен немесе диетологпен кеңескеніңіз дұрыс. Сонымен қатар табиғи түрде коллагенді көбейту үшін сүйек сорпасы, жұмыртқа, майлы балық және жемістер сияқты тағамдарды тұтынуға болады. Коллаген бірнеше түрге бөлінеді, әрқайсысы ағзаның белгілі бір тіндер мен жүйелеріне әсер етеді. Ең танымал түрлері мен олардың ерекшеліктері. 1. Атипті коллаген. Сипаттамасы: адам ағзасындағы ең көп таралған түрі. Тері, сүйек, сіңір және байламдардың құрылымдық негізін құрайды. Пайдасы: терінің серпімділігін арттырады, сүйектерді және тырнақтарды нығайтады, әжімдердің пайда болуын баяулатады. Кімдерге керек? Сұлулыққа көңіл бөлетіндер, тері мен шаштың денсаулығын жақсартқысы келетіндер. 2. Е-типті коллаген. Сипаттамасы: шеміршек тінінде кездеседі, буындардың икемділігі мен қызметін қамтамасыз етеді. Пайдасы: буын ауруларының алдын алады, қабынуды азайтады және остеоартритті емдеуге көмектеседі. Кімдерге керек? Буын ауруларынан зардап шегетіндер немесе буындарға артық жүк түсіретін спортшылар. 3. Е-типті коллаген. Сипаттамасы: қан тамырлары, бұлшықеттер және ішкі ағзалардың тіндерінде кездеседі. А-типті коллагенмен бірге жұмыс істейді. Пайдасы: тамырлардың серпімділігін жақсартады, бұлшықеттердің саулығына ықпал етеді. Кімдерге керек? Жүрек қан тамыр жүйесін қолдағысы келетіндер. 4. F-типті коллаген. Сипаттамасы: жасушалардың базалық мембранасын құрайды және ішкі ағзалардың құрылымын қолдайды. Пайдасы: бүйрек пен ішкі ағзалардың жұмысын реттейді. Кімдерге керек? Ішкі ағзалардың денсаулығын жақсартқысы келетіндер. 5. Кс-типті коллаген. Сипаттамасы: сүйектің дамуы мен қалпына келуінде маңызды рөл атқарады. Пайдасы: сүйек жарақаттарын емдеуге көмектеседі. Кімдерге керек? Сүйек жарақатынан кейін қалпына келуді қалайтындар немесе остеопороздың алдын алғысы келетіндер. Айырмашылығы: әр түрдің орналасу аймағы мен қызметі әртүрлі. Теріге арналған типі, буындарға И-типі, қан тамырларына Е-типі және қолданылу мақсатына қарай таңдау керек. Сұлулыққа, буындарға немесе жалпы ағза денсаулығына. Табиғи көздері: 1. А және Е типтері сиыр терісінен алынған коллаген немесе балықтан жасалған коллаген. 2. Е типі тауық шеміршегінен алынған. 3. А және X типтері арнайы медициналық препараттарда немесе тағамдық қоспаларда кездеседі. Егер сіз белгілі бір мақсатқа жетуді көздесеңіз, түрін және сапасын мұқият таңдап алыңыз.
Коллаген қоспалары көбінесе денсаулықты жақсарту және сыртқы келбетті сақтау мақсатында қолданады. Оны ішуге келесі адамдарға ұсынылады. 1. Терісінің жағдайын жақсартқысы келетіндер. Әжімдердің алдын алу немесе азайту. Құрғақ немесе серпімділігі төмен терісі бар адамдар. 2. Буын және сүйек аурулары бар адамдар. Остеоартрит немесе остеопороз сияқты сырқаттарға шалдыққандар. Спортпен белсенді айналысатындар, әсіресе буындарына күш түсетіндер. 3. Шаш пен тырнақ мәселелері бар адамдар. Шашы жұқарып түсе бастағандар. Тырнақтары сынғыш немесе әлсіз адамдар. 4. Жас ұлғайған адамдар. 25-30 жастан бастап ағзадағы табиғи коллаген өндірісі азаяды. Сондықтан жасы үлкен адамдар тері мен сүйек денсаулығын сақтау үшін іше алады. 5. Белсенді спортшылар. Бұлшықеттер мен буындардың қалпына келуін жылдамдату мақсатында. Жарақаттан кейін оңалту кезеңінде. 6. Асқазан ішек аурулары барлар. Коллаген асқазанның шырышты қабатын нығайтады, сондықтан асқазан ішек жолдарының қабынуы немесе жаралары бар адамдарға пайдалы болуы мүмкін. Ескерту. Коллагенді барлық адамдарға ішуге болмайды. Төменде кімдерге сақ болу керектігі туралы. Аллергиясы барлар, егер коллаген теңіз өнімдерінен немесе сиыр етінен жасалса, аллергия тудыруы мүмкін. Ауыр аурулары бар адамдар арнайы жағдайларда дәрігермен кеңесу қажет. Егер сіздің ағзаңызға сәйкес келетін келмейтінін білмесеңіз, маманның кеңесін алу өте маңызды.